Алматымен іргелес бұл қалада сауда орталықтары көп. Жаңадан 4 қабатты айнадай жарқыраған шынымен салынған, әне бір соңғысында жұрт көп барады. Халықтың қойған атауы айна дүкен. Адам жанынан басқаның бәрі бар деп мақтайды. Осы айна дүкенінің алдында үлкен қара Мерседес келіп тоқтады. Ішінен көзіне қара көзілдірік киген, орта жастан асса да, киім киісімен жүрісі сәнді, сымбатты әйел түсті. Машинаның рөлінде отырған келбетті, ұзын бойлы, аяғы қисықтау мұртты жігіт ағасы, артқы есіктегі орта бойлы ақ кепкалы тағы да бір кісінің қолынан демей, сымбатты әйелмен қатарласты. Күннің ыстығын қарашы, жанып барады, деді сымбатты әйел. Жаңа үйде шляпамды қалдырып кетіппін. Білмеймін, маған осындай ыстық күндер жас кезімнен жаныма жағады. Және бар ғой, ыстыққа күйген сайын денем рахаттанады, деді ақ көккалы адам. Ал енді осы жерден тура қай қабатқа, қай бутикке баратынымызды анықтап алайық. Әйтпесе Сақып Жамал, саған үйретін болсақ, біздің шаршайтынымыз анық, деді Зайыт қолмен желпініп тұрған әйеліне. Мен бүгін сендерді шаршатпаймын. Қазір Тілекке той костюмын алғаннан кейін сендер екеуің боссыңдар. Қалғанын өзім осында қалдап алып кетемін. Арғы күні Айданың туған күні, қызыма сыйлық іздеймін, деді Зайытке. Солай ма? Менің есімнен мүлде шығып кетіпті. Осы кезде қастарынан жанамалай өтіп бара жатқан екі келіншек олардың сыртынан қарап тұрып қалды. Ана елді көрдің бе? Қасында сөйлесіп тұрған еркектің екеуі де күйеу дейді жұрт. Қойшы, рас па? Бір күйеу таба алмай жүргенде? Иә, ол өткенде үшеуі бірге жүрген еді. Әзірде сондай. Бірге жүргеннің бәрі күйеу болады ма? Бұлармен жақсы араласатын біреулер айтыпты. Ана ақ кепкалы, ақсары адамды қарашы. Түрі милый, симпатичный, иә? Ұзын бойлысы да вообще керемет. Жас кезінде талай қыздарға арман болған адам екені көрініп тұр. Қойшы, самайына ақ түскен шалға қызығып. Знаешь, он такой странный, бірден белгілі, ақшасы көп жігіт сияқты. Осы кішкене қала ішінде қалай қашан қайдан тарағаны белгісіз соңғы кезде қос күйеуі бар әйел туралы әңгіме бірден құлақтанып кетті. Сақып Жамал көшеге, дүкенге, басқалай көпшілік орындарға шықса, мына әйел деп сыртынан саусақпен көрсететін болған. Мұның тереңде жатқан сырларын жалпы жұрт қайдан білсін? Сақып Жамал кезінде ең сұлу қыз болды. Бір көрген жан көзін тоқтатпай өтетін. Қызыл шырайлы, дөңгелек жүзіне қыр мұрын, қиғаш қас, мөлдірген қара көз, найзадай ұзын кірпік дегендей. Маңдайын ашып, шашын екі жаққа айырып, бұрым етіп өргені вообще жарасатын. Егінен жоғары, үстіңгі еріннің сол жақ тұсында көлемі тебеннің көзіндей қара меңі көркін ашатын. Солқылдаған ақ маңдай, сымбатты, оқтай түзу балтыры бәрі Сақып Жамалдың тұла бойынан мін тапқызбайтын. Марқым әжесі Сақып Жамалдың құлағына тие берсін дейді ме кейде. Әдемі көрік Алланың берген сыйы. Әйел сұлулығы ақылды болса бақытқа, ақылсыз болса сорға жетелейді, дейді. Ажарлы әйелге алдымен Алла сана берсін дейтін. Нені тұспалдап айтатын Сақып Жамал жас кезінде білген жоқ. Бірақ кейін әжесі айтқан бақыттылық пен сорлылықтың екеуін басынан өткізді. Жасы 17-ге толар-толмаста күйеуге шығып кетті. Күйеуі Тілекте 20-ға толмаған еді. Алматыда ауыл шаруашылығы институтының 1-ші курс студенті кезінде Ақмола облысының шаруашылығына өндірістік практиканы өткізуге келгенде Сақып Жамалды кездестірді. Екеуі бір-біріне өлердей ғашық болды. Ақыры қосылып тынды. Бұл бір заманның түзу кезі еді. 4,5 жыл Алматыда екеуі жас отбасы болып тұрды. Ең бақытты ғұмыр кешті. Араларында бала болмағанына өкінген жоқ. Керегінше ойын-сауық думандарды бос жібермей, екеуі уақыттың қалай тез өтіп кеткенін білмей қалды. Бос жүрмей Сақып Жамал Алматыда 1 жылдық есепшілік курсты бітіріп алып, Қазпоштаның бір бөлімшесінде кассир болып істеген соң, екеуі өзге студенттердей тарыққанда жоқ. Тілек диплом алып, туған ауылы Көкшетаудың аудандық Казсельхозтехника мекемесіне механик инженер болып жұмысқа орналасты.
Ал көп ұзамай Сақып Жамалды аудандық ауыл шаруашылық басқармасына қарасты бір мекеменің есепшілігіне орналастырды. Сақып Жамал өмірінің бақытты күндерінің шырқын бұзған осы ауданның жалпы көкшенің атын естісе, әлі күнге дейін жек көреді. Өз есепші болып қызмет ететін мекеме басшысы 40-тың қырқасына шыққан Есенжол Таңатаров Сақып Жамалды алғаш көргеннен көзімен ішіп жеп, жас келіншекті ішінен аспаннан қолма түскен періште деп санады. Ал Сақып Жамалға бастықтың өзіне бұлай қарағаны ұнамады. Бойы аласа, маңдай тайқы, тәмпіш мұрын, қасы қою, көзі бадырақ, бұл адам киноларда жансыз сатқын болып ойнайтын кейіпкерге ұқсас. Жұмысқа 2 күннің бірінде ішіп келетіндіктен үнемі аузынан арақ иісі кетпейді. Күлгенде барынша қарқылдап, епетейсіз күледі. Нағыз тасбақа деп Сақып Жамал өзінше ат қойды. Бірақ бұл жұмысқа күйеу Тілек орналастырғаннан кейін еш нәрсе дей алмады. Осы Есенжол 4-5 ай өтпей жатып, Сақып Жамалға көңілін ашық білдіріп, мазалай бастады. Сендей әйелді өмірімде бірінші рет көруім, сен осында жұмысқа келгені менен ұйқы кетті, сені көрсем болды өзімді қоярға жер таппаймын, тағы да басқа осы тектес мөлдіреген сөздер. Сақып Жамалдың күйеуі Тілек жаратылысында біреу туралы жаман ойламайтын, елгезек, ақ көңіл, аңқылдаған жан. Өзінен 15 жастай үлкен Есенжолды ағалап құрметтегенде жаны қалмайды. 1-2 рет үйге ертіп әкелді. Жас мамандарға бір жақсы үй беріледі деген соң күтіп жатырмыз. Сол үйге шықсақ, жеңгеймен екеулеріңізді дәмге де шақыру ойымызда, деп Тілек ағынан жарылады. Ойпырмын-ай, мына Сақып Жамалдың құйған шайын-ай, таңдайдан өтіп барады, өмірі бүйтіп шай ішпеуші едім деп Есенжол жымиып кесесін Сақып Жамалға жиі ұсынды. 2 жылға жетер-жетпес Тілек пен Сақып Жамал аудан орталығында жаңадан пайдалануға берілген 2 қабатты коттеджден үй алып, қоныс тойын жасады. Бұл тойға Есенжолды да шақырды. Ол әйелін ертіп келді. Маған көз салып жүргенде өз әйелі қандай екен деп Сақып Жамал Есенжолдың әйеліне көз қиығымен қарап қояды. Бұл әйел ешкімнен кем емес. Денесі тығыршықтай, кеудесі тырсиып тұр. Киген киімінде өзіне жарасады. Хас сұлудың өзі. Оның үстіне ізеттілігі, білімділігі, көпті көргендігі де көрініп тұр. Аудан орталығындағы мектеп директорының орынбасары екен. Жасанды мінезбен өтірік сылатын әйелдерден емес, жан-жағымен ашық жарқын әзілдесіп, жұртты баурап алып отырады. Күйеуі мен екеуінің арасы жер мен көктей, 8 қырлы бір сырлы дегендей, ерлермен иық тіресе алатын іскер әйел. Мынадай әйелді бола тұра өзгеге көз салуы мүлде оңбағандық. Демек, көрсе ғызар. Өзінің дегеніне жету үшін мұндайлар неден де болса аянбайтын жексұрын деп тиді ішінен Сақып Жамал. Бір күні таңертең Тілек Сақып Жамалға: бүгін аудан бір топ өкілдер облыс орталығына барамыз. Украинадан келген техникаларды ауданға бөледі екен. Алдымызда егін орағы. Бізге де техника бөлінеді. Соларды алып келемін. Мен кешіксем алаңдама, үйде өзің бола бер, деп ескертті де жүріп кетті. Дәл осы күні түсте Сақып Жамалды Есенжол кабинетіне шақырды. Ол өзі әдеттегідей ұрттап алыпты. Мұны көрген Сақып Жамал осындай маскүнемді қалай басшылыққа қойып жүр деп ойлады ішінен. Осы әдеттегідей 90-дық есеп қисаптың жұмысын сұраған болып отырды да: күйеуің бүгін келмейтін шығар, облысқа кетті біраз адамдар. Білем, түнде жалғыз сұрайсың ғой. Сен де сұлу келіншектің анадай даңғарадай үйде жалғыз өзі қалғаны қалай болар екен, деп мұның қасына жылжыды. Бұдан әрі маймен күлеп: Сақып, мен барсам қолымды қақпайсың ғой, деп білегін ұстамақ болып, арақ иісі қолқаны қабатын аузымен жабыса берді. Ағай, мүлде ұятсыз екенсіз, деді Сақып Жамал, мықтап қысып, құшағынан әрең сылып шығып. Сөйтті де жиіркеніште жымиып тұрған бастығының бетіне шапалақпен шарт еткізді. Дәл осы жерде Сақып Жамал өзіне есеп бере алмады. Сөйтті де кабинеттен сумкасын алып, есікті тарс жауып шығып кетті. Бүгін Тілек аман есен келсе, бәрін айтам. Бұл жерде жұмыс істемей-ақ қояйым, оңбаған сілімтік, деп өзімен өзі күбірлеп үйге келді. Үйде де жаны тыншымады. Бастығының бүгінгі қылығы қайта-қайта ызасын келтірді. Есенжолға шапалақ жеген түк емес болатын. Оның жанында батқаны Сақып Жамалдың 2 жылдан бері өлердей айтқан сөзіне елтпей қойғаны батты. Сұлу келіншектің бұл талайын көрген, келсе қоймаған тұңғыш менсінбей тұрғаны осы Сақып Жамал.
Қарай көресін, әлде қандай боп бедеу қатын. Бастығы мына мені көзіне қыстырмай, сөзімді жерге қалдырып, еще шапалақтауын сазайыңды берем. Оның ішке түйген осы. Екі қабатты коттедждің барлық бөлмелеріне шам жағып қойған Сақып Жамал жалғыз өзі үйде отырған. Жоғары қабатқа мүлде көтерілмеді. Жатын бөлмеде қорқынышты көрінді. Бірінші қабаттағы таңғарадай кең залға бармады. Бұрын ондай жоқ еді. Әлденеден секемденді. Қолына қару қылып, ас үйден кішкене ет жабатын балтаны алды. Сөйтіп кіре берісте жұрт аяқ киім кигенде отыратын кішкене диванға бір сүп қисайды. Сырт жатқан есік алдындағы дыбыстар осы жерде анық естіледі. Тілек келіп қалса, бірден оянуға жақсы деп ойлады. Бәле болайын десе болады екен. Есенжол да қасарысты. Бүгін сен қатының мені менсінбейтін көкірегіңді көрейін деп тістенді. Жұмысынан көңілсіз келді. Қайқайып теледидарға қарады да отырды. Оған қарағанмен ойы басқада. Кешкі тамаққа отырды да сауық соқпады. Кеш қоюланғанда ақыры үйінен шығып Тілектің үйіне беттеді. Сол үйдің сыртын торауылдады. Барлық бөлмеде шам жағылғанына дейін байқады. Жаңадан берілген коттеджде небәрі 5-6 үй. Тілектің үйі ортасында. Қарсы жақта әлі соғылғандар пайдалануға берілген жоқ. Есенжол үйдің ішкі жағына өтті. Алғашқыда мақсаты терезеден кіру болды. Жоқ деді ол. Мен неге олай істеуім керек? Бірден есігін қағам, ашпаса ашқызам. Осылай болды оның ойы. Есік сыртының қоңырауы шылдыр етті. Сақып Жамал көзі енді ілінген. Бұл дыбысты естімеді. Қоңырау ұзақ басылды. Оның сыртында есік қоса қағылды. Үрей билеген Сақып Жамал қолына балтасын мықтап ұстап. Кім бұл? Мен, Есенжол. Сақып, есігіңді ашшы, ашатын шығарсың. Ашылмайды, кетіңіз ағай. Мен сізге айттым ғой, кетіңіз, аулақ жүріңіз. Мен бір ғана сөз айтамын, содан шығам. Егер ашпасаң таңға дейін, күйеуің келгенше босағада тұрам. Мен сіздің қай сөз айтатыңызды білем, кетіңіз. Бұл жаңа ғана берілген үйде телефон сымы тартылмаған еді. Мобильді телефон деген ол кезде жоқ. Сақып Жамал сын шашты. Өстіп тұрғанда тілек келіп қалса, не айтады? Ашуға болмайды. Тұрса тұра берсін. Есік қоңырауы қайта бажылдауын қоймады. Ашуы әбден келген Сақып Жамал бір кезде есікті ашып кеп жіберіп, ал енді айтарыңыз айтыңыз осы жерде. Алдымен мен саған өзіңдікін өзіңе қайтарам. Мойныма қарыз арқалағым келмейді, деді де Есенжол Сақып Жамалды бар пәрменімен жұдырықтап бетінен салып жіберді. Ер адамнан соқ қалған әйел оңама көзінен от жарқ етіп жерге бүйірлей етпеттеп құлады. Есенжол ол аз болғандай құлаған әйелді аяғымен тепкілей бастады. Сендейлер аяғымды құшақтап жылаған, бағанағыңа кешірімді, аяғымды құшып тұрып сұра, мен саған айтамын, аяғымды құшып кешірім сұра. Сақып Жамалдың қолы құлағанда балтаның сабынан ажырап қалған, тепкінің астында домалап жатып, оның қолы балтаға қайта тап болды. Шап беріп ұстай салысымен өзінің жанын шығарып жатқан аяқтан бір перді. Ойбай, әкеңнің аузы! Есенжол тәлтіріктеп балтырын ұстап қабырға жаққа соғылды. Тұс шетіне ашытаяқ батқан Сақып Жамал да бұл кезде еш нәрседен аянбады. Қабырғаны арқалай құлаған Есенжолдың басынан қолындағы балтамен бір соқты. Шекесінен қан атып шыққан Есенжолдан өлдім, өлтірдім деген екі-ақ сөз шықты. Міне, қас қағым сәтте болған оқиға осы. Қазіргідей ақпарат құралдарынан жария таппаса да, Кеңес одағы кезінде әйел қолынан кісі өлімі болмайтындықтан бұл оқиғадан аудан орталығының жұртшылығы дүрлігіп кетті. Анық-қанығын білмейтіндер жап-жас Сақып Жамалды кінәлады. Ол кезде қазіргідей ешкім қорғаушы жалдамайды. Бірақ Мәскеу мемлекеттік университетінің соңғы курсын оқып, осы ауданда диплом алдында сынақта жүрген Екатерина Павловна Степанова деген жас қыздың қорғаушы болуы Сақып Жамалға көп көмегін тигізді. Алдымен ол Таңатаровтың өзін зерделеді. Ауданда ол басшылық қызмет істеген мекемелерде болып, әйелдермен сөйлесіп, зорлық көрген әйелдермен тіл табысып, жазбаша түрде сотқа шағым арыз түсіруді сұрады. Мұндай әйелдер саны 6-ға жетті. Бұл Сақып Жамалға берілетін жазаны жеңілдетуге жол ашты. Қорғаушы Степанова сөз сөйлегенде сот залы сілкілдейтінді. Қызмет бабын пайдаланып, қарамағындағы әйелдерге психологиялық қысым көрсету арқылы өзінің қалауына мәжбүрлейтін мұндай адамды басшы қызметке қойған аудандық партия комитеті
ең бірінші жауапты. Бұл кеңес комитетінің өндірістік жоспарын орындалуын ғана талап етіп, еңбек өнімділігін арттыруды ғана көріп, бағалап, адамдардың арасында ар ожданның бар екенін көруге көздері жетпейтін соқыр болатынын көрсетеді деп, аудан басшыларына да кінә ұшын артты. Жас келіншек Сақыпжамал Райымбекова өзін қорғауы ерлік, осындай зорлықшыларға үлкен сабақ. Сондықтан Райымбекова кісі өлтірген жоқ, ол өзін ғана қорғады, ешқандай жаза болмауы тиіс деп қорытындылады. Сот Райымбекованың өте жас, 23 жаста екенін, бұрын қылмыстық іске араласпаған, болған кісі өлімі өзін-өзі қорғаудың әрекетінен туған деген қорытындымен түзету мекемесіне жалпы режиммен шартты түрде 4 жыл бас бостандығынан айыруға үкім етті. Жаза қанша жеңіл болғанмен, тағдыр Сақыпжамалға еттің дәмін, тұзын татуға тартты. Қилы-қилы тағдырлар тоғысқан жердің өз тәртібі бар. Осы тәртіпке ет үйреніп келе жатқан Сақыпжамалды колония бастығы бір күні кабинетіне шақырды. Сақыпжамал есікті имене аттап ішке кіргенде Зайд Шакуров темекісінің тұқылын өшіріп, бөлменің ауасын жаңарту үшін терезені ашуға орнынан түрегелді. Ол ұзын бойлы, кең жауырынды, тұлғалы адам екен. Түрі тау халқына ұқсас түркі, көзінің қарашығы қап-қара өткір, қою қара шашы бұйра, қияқ мұрты жігіт ағасы Сақыпжамалды түрекелген күйі қарсы алып отыратын орындықты меңзеді. Сөйтті де алдында жатқан қалың папканы бетін парақтап отырып, Сақыпжамал, сіз ең жас, ең көрікті жан екеніңізді білесіз бе? Деді, қағаздан көзін алмай. Сақыпжамал үндемеді, бірақ ойлады. Әне тағы да басталды. Көрікті, сұлу, ажарлы, тойғаным бар осы сөздерден. Жыным қозады. Осы жерде отырғаным көріктігінен бекен. Тағы алдымнан бір есен жол шықпаса. Өткенде қасында бірге жатқан әйелдер түрменің бастығы жақсы адам деп еді. Ал мынау не айтып отыр? Сіз бір нәрсені ойлап отырсыз ба? Деді тағы да сұрақ қойып бастық. Мұндағы адамдардың ойсызы бола ма? Не айтқыңыз келді? Төтесінен айтыңыз. Сізге ұсыныс жасағалы отырмын. Ол ұсынысты қабылдағаныңызды қалаймын, және сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Айта беріңіз, қандай ұсыныс және қандай қауіп төніп тұр тағы? Мені басқа жаққа түзету колонияға ауыстырғалы жатыр. Келесі жетіде болмаймын. Ол қайтадан темекісін алып, шеккісі келіп, папирусын саусағына ұстап отырды да сөзін жалғастыра берді. Ал менің орныма келетін адам өте қатыгез әрі сұм. Сізге қалай түсіндірсем екен? Сіздің есен жолыңыз, оның қасында әншейін. Мұнда қалып қойсаңыз сөз жоқ, сізге зияны тиеді. Сіз мұнда келгелі адамның сұмдығын көрген жоқсыз. Өйткені мен ондайға жол бермеймін. Мұнда мен жоқта қалсаңыз қиын болады. Сақыпжамал, есен жолыңыз, оның қасында әншейін деген сөзден шошып кетті. Мен не істеуім керек сонда? Мен сізге үйленемін деп мына жерден алып шығамын. Расында менің әйелім жоқ. Үйімде үйілмелі-сүйелмелі 3 ұлым, 2 қызым бар. Соған уақытыңыз біткенше күтуші боласыз. Келісім берсеңіз ресми құжаттарды өзім реттестіремін. Сізге жауапты қазір беруім керек пе? Қаласаңыз қазір. Ал ойланайын десеңіз 2 сағат. Айттым ғой, жаңа мен сізге ресми құжаттардың бәрін реттеуім керек деп. Тез болса бізге жақсы. Жарайды, 2 сағат ойланайын, деді Сақыпжамал. Рахмет, мен сізді тағы шақыртам. Сақыпжамал бөлмедегі әйелдерге айтқысы келді. Ішкі жақ ойы айтпа деді. Бөлмедегі әйелдер бұл келе сала жапа-тармағай. Неге шақырыпты, жайма? Деді. Сөйлесе алмадық, қайтадан шақыртам деді. Ол өзі басқа біреулермен сөйлесті деп өтірік айтты. Уақыт тырсылдап соғып кетіп барады. Не қылсам екен, келіссем, келіспесем ше. Жаны ашитын адам сияқты. Мүмкін маған көмектескісі келетін шығар. Өткенде сот болмай тұрғанда қамауда жатқан жерге жолдас келіншек келіп, осыншама ақымақ боламысың? Бастығың көңілдір білдірсе, қашқақтамай келсе бермедің бе? Ал енді арымды сақтап дегеніңе кім саған награда берді? Жазықсыз жапа шегіп отырсың. Кімге керек енді сенің ол істегенің? Тілек сені күтпейді. Бұл шын біреуге үйленеді. Еркек емес пе? Әрі сенен гөрі баласы да тағы да жоқ. Біреу бала туып бермейді дейсің бе? Енді сенің жолың бір бөлек, оның жолы бір бөлек болады. Қазір әйел бастығын қарата алмайды, ал сен деп біраз ренжіген. 2 сағат тез өтті. Бастық тура 2 сағат болғанда шақыртты. Есіктен кіре бере Сақыпжамал: мен сізге келістім,
деді. Бірақ мен сізден сұрамақпын. Қасымдағы әйелдер сіздің не себепті шақыртқаныңызды менен сұрап жатыр. Мен не айтуым керек еді? Қазір тағы да сұрайды. Әлде айтпауым керек пе? Деп пысықтады. Ой, мен сізге ескертуді ұмытып кетіппін. Иә, олар сұрайды. Мен білем. Сіз айтыңыз, былай деңіз. Іштерінде сырттан анаша алып жүрген әйелдерді байқамадың ба деп сұрады. Мен білмеймін деп айттым деңіз. Осы әңгімеден кейін 4 күн өткен соң Сақыпжамалды күзетші темір есіктен бас сұғып, Сақыпжамал Райымбекова, тездетіп сыртқа бүкіл киімдеріңізбен деп дауыстады. Барлығын әзірлеп қойған Сақыпжамал 3 минутта кідірген жоқ. Лып етіп жиналып, бөлмеде аң-таң болған әйелдерге: барлығыңызға тезірек шығу бұйырсын, сау болыңыздар, деп артына қарамастан есікті жауып күзетшіге ерді. Бұлар отырған машина қанша жүрдігені белгісіз, бірақ машина колониядан шығып даңғыл жолға түскенде мүлде қас қарайған мезгіл еді. Машина бұдан соң бір жерге келіп тоқтады. Жүргізуші екеуі азырын аулақ барып бір нәрсе сөйлесті. Содан соң екеуі қоштасты. Заид Шакуров басқа бір жеңіл машинаға өзі отырып, қасындағы орындыққа Сақыпжамалды отырыңыз деп есігін ашты. Кең даңғыл жолға шыққаннан кейін Заид Сақыпжамалға: міне сіз үшін жаңа жол, кең жол басталды. Мүмкін мен үшін де бұл жол жақсы болар. Сіз енді мені тыңдайсыз. Айтайын, сіз менің ұсынысыма келіскеніңіз өте жақсы болды. Сізге ендігі қамқоршы мен, біліңіз. Жоғарыда бастықтарға айтуым бойынша сіз менің әйелімсіз. Мерзіміңіз аяқталғанша біздің үйде боласыз. Қазір біздің үйге барамыз. Үйде ең кішкене қыз сізді мама деп қарсы алады. Сізден өтініш, еш қысылмаңыз. Оның туған шешесі рөліне аймалап, сүйіп, ауруханадан енді шыққаныңызды, сағынғаныңызды айтыңыз. Ол 2 жаста, сеніп қалар. Үлкен ұлым 13-те, аты Марат. Екінші ұлым аты Қанат, 11-де. Үшінші ұлым 9-да, аты Самат. 4-ші қызым 5 жаста, аты Аида. Жаңағы ең кішкентайымның аты Саида. 3 ұлым әрине сіздің келетіңізді біледі. Мен оларға түсіндірдім, бірақ қайдан келетіңізді, яғни жаңағы шыққан жеріңізді айтпадым, білмейді. Мен ата-анадан жалғызбын. Ұлтымыз Қарашай, бірақ Қазақстанда әке-шешем қазақ болып кеткен. Алматы ауданында туғанмын. Әйелім Фатима жақсы еді. Жарты жыл болды, бүйрек рагінен қайтыс болды. 5 баламен өзім қалдым. Жұмысымды білесіз, өте жауапты. Мен өзім Аллаға сенемін. Жаратушы Алладан күндіз-түні жалбарынып сұраймын, шеттей балаларымды күйрете көрме деп. Жақында әкем түсіме кірді. Сіз бұған сенбейсіз. Балам тарығып-зарығып жүрсің. Сенің қолыңның астында бір әйел бар. Өзіңе де бүкіл балаңа да қамқор бола алады. Сен өзің де оған қамқорлығыңды аяма деді. Содан соң түрмедегі бүкіл әйелдердің құжаттарымен таныстым. Сырттарынан көрдім. Бәрінің өмірбаянын оқып сотталған статьясымен егжей-тегжейлі таныстым. Жас шамаларын көрдім. Барлығы да үйдегі балаларды қарауға келмейді екен. Сен көзіме жылы ұшырадың. Бір оңбағанның қиянаты үшін күйіп кетіпсің. Бұл сенің басыңда тағы түскен тағдырың деп білдім. Осылай жүргенде маған басқа түзету мекемесіне баратыным жайлы бұйрық келді. Жұмысты тапсыруға 1 апта мерзім келді. Менің орныма келетін адам айттым ғой, нашар кісі. Әр колонияның өз сыры бар. Саған тәлпіштеп бәрін айтқым келмейді. Онсыз да бақытсыз әйелдердің өмірлерін ол жақсы етпейді. Ал сен сөз жоқ. Оның көзіне бірден түсесің. Сенің тағдырыңа араласқым келді. Жоғарыдағыларға айттым. Райымбекова ағаны сүйіп қалдым. Үйленемін. Қалған өтеу мерзіміне өзім жауап беремін. Үйге шығарып аламын деп өтініш жаздым. Әйелім жоқ екенін олар біледі. Осылай жаным, менің тағдырым. Мен сенен әйел ретінде еш нәрсе талап етпеймін. Тек анасынан жастай жетім қалған балаларыма. Мен қызметте жүргенде үйде бас көз бол. Әсіресе кішкене 2 қызыма, өтірік болса да ана бол. Солар аяғынан қас тұрып кеткенше өтінішім осы деп барып әрмен қарай. Менің де жасым жас емес, 40-тың қырқасында тұрмын. Дәлі 42 жастамын. Біліп отырғын, деді. Сақыпжамал бұлай айтып отырғанда, тыңдап отырғанда, екі көзіне моншақтап, жасы төгіліп отырды. Осылай жаным дегенде, мүлде егіліп, өксігі тамағына тіреліп қалды. Сонда да сыр бермей: мұнша жаста деп сізді ойламаппын, өте жас көрінесіз, деді Сақыпжамал, көзінің сүрткен жасын байқатпай, ана кісінің көңілі көтерілсін деп. Машина үлкен қақпаның алдына келіп тоқтады. Ауланың ішінде самалада электр шамы бірден жарқ етті. Заид алақанын ашып тұрды да Сақыпжамалды машинадан өзі түсірді.
ер адамның алақаны мұндай жұмсақ болады екен. Сақыпжамал өзінің қатты саусақтарының жұп-жұмсақ алақанның ішіне түскеніне қысылып қалды. Міне үйге келдік, деді ол ашылған қақпаның есік тұтқасын ішке қарай итеріп. Сол кезде үйдің ішінен балалар папа, мама деп шуылдап сыртқа шықты. Үлкен ұлы Марат өз көтеріп шыққан кішкене 2 жастағы Саидаға: «Саған айттық қой, мама келеді деп, әне біздің мама келді», деді. Сақыпжамал сценарий бойынша барлық балаларды маңдайлардан беттерінен сүйіп шықты да: «Жаным Саида, мен сені қатты сағындым, қатты, келші құлыным», деп бауырына қыса берді. Ес білетіндері шешесін естеріне түсірді ме, бәрі де көздерін жас ала сырт айналды. 2 жасар Саида Сақыпжамалды құшақтап: «Ты мама, дей берді. Тіпті 5 жасар Айда да: «Мама, сен енді ешқайда кетпейсің ғой, кетпеші», деп мойнына асылды. Аула сыртында бірін-бірі құшақтап, бірін-бірі сүйіп тұрғанда іштен шашын желкесіне түйген бір бойжеткен шықты да: «Сәлеметсіз бе тәте, келуіңізбен», деп Сақыпжамалды бұрыннан білетіндей құшақтады. Сөйтті де: «Енді ішке кіріңіздер, тамақ дайын, суп қалды», деді. Сақыпжамал: «Танысып қой, бұл менің кенже қарындасым, тіпті ең үлкен қызым десе де болады. Мен институттың 4-ші курс студенті, болашақ дәрігер, Ашира», деді Заид Шакуров. Сол күні кішкене Аида мен Саидадан бақытты жан болған жоқ. Екеуі 2 жақтан Сақыпжамалдың кеудесіне басын қойды. Кішкене қызы омырауын ашып төсіне қолын салғысы келді. Бетін мойнын иіскелеп, тіпті еркелеп кетті. Сақыпжамал ертесіне Аида мен Саидамен бірге тұрды. Қыздар бір елі айырылмай, мамалап қолынан түспеген сайын Сақыпжамалдың да жүрегі елжіреп езіле түсті. 2 күннен кейін Заид Сақыпжамалды машинаға отырғызып, дүкендерді бірге аралап, үстіне киетін киім-кешектер, тағы да басқа керек жарақтар алды. Жаңа киімі Сақыпжамалды одан сайын көріктендіре түсті. Тіпті 3-ші ұлы Саматтың өзі қандай сұлу, деді қасындағы Марат пен Қанатқа. Сақыпжамалдың бұл үйге келуі шаңыраққа ерекше шуаға келді. Мектептен келе сала 3 ер бала жаюлы кең дастарханда барлығы шүйіркелесіп тамақ жеді. Сақыпжамал олардың үйге берілген тапсырмаларын орындауын қадағалайды. Кешке әкесі келеді. Тағы да кең дастарханда бәрі бас қосады. Балалары мен кішкене қыздардың жүздерінен көптен бері үзіліп қалған шаттықты көріп, Заидтың да ішкен асы бойына тарай бастады. Сақыпжамал осы күндердің бәрінде Тілектен хабар күтіп жүрді. Етке хабарласа немесе өзі барып келсе, жазасын өтеуші Сақыпжамал Райымбекова туралы баяғыда естіп біледі. Ал естіп білсе, мұның қандай шындыққа жанасымды барын ізденіп, ақиқатын анықтауға уақыт табады ма? 1 жылдан астам уақыттан бері ешқандай хабар жоқ. Мұны бір дейін. 2-ші Заид Шакуров менің күйеуімнің бар екенін біледі. Ендеше арадағы өтірік сценарий туралы Тілек хабардар болу керек емес пе? Тілек туралы сылап білейінші деген оймен бір күні: «Заид аға, менің күйеуіме осы үйде келген жағдайлар хабарланды ма екен, білесіз бе?» деп сұрады. Мұндай жағдайлар басшылар арасында өте құпия болады. Сенімен бір бөлмеде болған әйелдер тіпті білмейді. Алайда сіздің жолдасыңыз өткен жерге келіп байланысқа шыққан болса, онда менің тапсырып кеткен өз адамдарым бар. Олар маған ескертуі тиістін. Демек әлі хабарласпаған болар, деді Заид. Содан кейін де: «Былай етейін Сақыпжамал, мен басқа каналдар арқылы Тілектен толық ақпарат алайын. Уайым етпе, сенімді адамдар бұл жағынан бар», деп көңілін алаңдамасын дегендей иығынан қағып қойды. Сақыпжамалдың ойламаған жерден жазалы болуы Тілектің де жүйкесін жүндей түтіп, жанына оңай тиген жоқ. Азамат болғасын, соның сырын ешкімге білдірмеді. Түнделемек төсекте басын қойса, көз алдына Сақыпжамал келеді. Іші удай күйіп, жүрек тұсы шаншып кетеді. Сол жерде бекер-ақ жұмысқа орналастырған екенмін. Оңбағанның зорлықшыл екенін кім білген? Ағалап жүріп арам ойын білмейдім ғой. Менің де кінәм бар бұған, дейді кіжіне. Үйге келгеннен қайта жұмысқа жүретін жеңіл. Анау-мынау ой бастан арып жығылады. Кастелтехника берген коттеджін өзімен бірге жұмыс істейтін көп балалы отбасыға беріп, Тілекке 2 бөлмелі пәтердің кілтін ұстатты. Үйдің заттарын осы пәтерге әкелгеннен кейін 2-3 күн қонды. Содан жаз бойы қара басы сілтейіп, егістік басында пішендер қосында жүр. Бұрын темекі шекпейтін еді, қазір темекіні алып кететін болды. Өткенде Сақыпжамал істі болғанда жылап еңіреп туыстары келді.
қалғандары жамағайын аталас туыстары жекжаттар. Көкшенің қысы сол жылы ерегескенде ерте қазан айында түсті. Қар астында егін жиылмай қалды. Бұл үлкен дау-дамай тудырды. Компартияның дәурендеп тұрған уақыты, аудандық партия комитеті аудандық барлық коммунистерге қылышын жалаңдатып, жоспардағы астықты мемлекетке тапсыра алмай қалғанымыз үшін деп қаһарын төкті. Бастауыш партия ұйымының хатшылары егістік науқанында жұмысты дұрыс ұйымдастыра алмады деп сөгіс алды. Міне, осының ішінде Тілек те болды. Тілек аудандық кассел-техниканың механик инженер болған соң, біресе ана шаруашылықтың, біресе мына шаруашылықтың техникаларына қажетті бөлшектерін жеткізіп, қолы бір босамады. Сақыпжамал үкім шыққаннан кейін Алматы облысының номері ет 2 түзету колониясына жіберілгенін білді. Әйелінің артынан бір бармағанына іштей өкінді. Өткенде ең болмаса әйеліме барып келуге 3 күнге жіберіңізші, әрі артынан барғаным жоқ дегені бар етін. Сонда бастығы қатты ашуланды. Сенің әйелің ауданның білдей коммунист кадрын өлтірді. Басқа себеп болса бір сары. Аудандық хатшы Жаңабергенов жанымызда бір шөберекке түйіп отырғанда осындай сөз айтуға қалай дәтің барады? Немене, бәрімізді партиядан шығарайын деп едің? Көрінбе көзіме. Кететін болсаң өтінішіңді жаз да, сол жаққа әйелінің қасына мүлдем кет, деп айқайлап жіберді. Тілек жас маман, әлі қызметі сіңген жоқ, амалсыздан сүмірейіп кабинеттен шықты. Содан міне, қолы босамады. Арқаның ақтүтек боран толастар емес. Егін даласы ақ қардан көрінбейді. Механизаторлар қарды қолмен аршымай тазалайды. Сөйтіп комбайнның алдын аршиды. Дихан механизаторлар дүлей табиғатпен бетпе-бет күресіп жатыр. Бірақ жағдай күннен күнге ауырлай беруде. Жоғардан тапсырма сондай. Тілекте қар басқан егін алқабында. Бір күні егін басынан аудандық орталыққа қажетті бөлшек алып келуге жеңіл машинамен жолға шыққан. Қарлы жолдан машина шыға алмай, доңғалақтары бір орында шыр айнала берді. Ақтүтек боранда түнде жалғыз өзі далада қалды. Толассыз бораған ақ қардан машинаның да сұлбасы көрінбей қалды. Тілектің тұла бойы тоңазды. Бір орында тұра беру мүмкін болмады. Не де болса да алға жылжымақшы болып, машинаны қалдырып, егіздіктен үлкен жол трассасына шықсам, әрмен қарай қатынап жатқан көлікке отырам деген. Омбылап жүріп келеді. Бағытының қайда екені белгісіз. Тізеден әл кетті. Мына жер қар астында қалсам, ешкімде таба алмайды-ау. Алға жылжиын алға деумен ақыры әл кетіп құлады. Ұйқысы келгендей ме? Қардың асты мүмкін жылы борар. Бір мызғып алып, әр қарай тағы жүрем деген. Сол жатқаннан Тілек қар астында 2 тәулікке дейін табылмады. Әйтеуір кеудесінде жаны бар. Жол трассасына 200 ғана метр жетпей құлапты. Ақтүтек боран басылып, күн көзі шайдай ашылғанда машинамен өтіп бара жатқан кездейсоқ жүргізуші қарайған сұлбаны көріп тоқтап емханаға келген. Дәрігерлер жас жігіттің үсік шалған бір аяғын тізеден, оң қолын түгел саусақтарын кесті. Осылай тағдыр Тілекті де аямады. Одан басқа өкпесіне суық тиген тағы бар. 1,5 жылдан астам әбіржіп, ауруханада жатып, балдақпен 2 бөлмелі пәтеріне жарымжан болып оралды. Тілектің өзі осындай күй кешкен соң, түзету колониясындағы Сақыпжамалды іздеп баруға қайдан құлқы болсын. 2 бөлмелі пәтерінде жатып, енді күніне 1 шөлмек алып ішетінді шығарды. Ішіп алған соң, бөлмені басына көтеріп жылайды. Қу бас болдым, тап-тақыр қу баспын, о Құдай, кәне мені аяғаның, кәне, я қатыным жоқ қасымда, я балам жоқ бауырымда, деп боздайды. 2 күннен кейін Зайыт Шакиров: Сақыпжамал, сіздің жолдасыңыз Тілек осы уақытқа дейін ана жерге келмепті. Менің адамдарым осыны айтты. Ал мен басқа каналдардан, сіз айтқан аудандық кассел-техникадан сұрағанда, хатшы қыз, бізде ол кісі қазір жұмыс істемейді депті. Басқадай қызмет бабымен жүріп хабарласа алмай жүрген шығар. Уайымдама, бір хабарласып қалар, деді. Мына жеткізілген хабар Сақыпжамалға басқасы әсер етті. Жолдас келіншектің Тілек сені күтпейді. Бұл үшін біреуге үйленеді, еркек емес пе? Әрі сенен көрген баласы тағы жоқ. Біреу бала тауып бермейді дейсің бе? Енді сенің жолың бір бөлек, оның жолы бір бөлек болады деген есіне түсті. Оның үстіне түзету колониясына келген алғашқы күні бөлмедегі 7 орыс қатын мұны ортаға алып, ой бір күлсін, ах ты дура, какая ты честная, совестная, деді.
Япыр-ай, еркектер шынымен де опасыз ба? 1,5 жылдан бері бір хабар білуге келмеген несі екен? Менің жазамды жеңілдету үшін шырылдап жүгірмеп пе еді? Сақып, 4 жыл деген өтеді де кетеді. 2 жылдан соң мүмкін үйге де шығарсың. Қайта сені жіберсе, саған барып тұрам жаным, деп жұбатып еді кеудесіне қысып. Енді мұнысы несі? Керек болмай қалдым ба деген оймен Сақыпжамал өксіп-өксіп жылады. Жылап отырып, қайта-қайта басын шайқап мұнысы несі дей берді. Артынша басына тағы да бөтен ой келді. Мен неге мына Зайд Шакуровке сенуім керек? Мүмкін бұл мені алдап отырған шығар. Тілек маған осы аққа дейін бір келмеуі мүмкін емес. Келген шығар, колонияның бастығына күйеуге шығып кетті деген соң, әрине іздемейді. Бұл органның адамдарының құйтырқылығын қалай білерсің? Жалпы осы не ойлап жүрген адам, деп өзінің жатын бөлмесінен көрші бөлмеге шықса, ондағы диванда Зайд журнал оқып отыр екен. Сақыпжамалды көріп, басын көтеріп: «Иә, сөйтіп Тілекті кінәладың, иә? Содан соң мені кінәлап шықтың. Солай ғой, көзіңнің жасы көлдей болып төгіліпті. Дұрыс таптың ба, Сақыпжан?» демесі бар ма? Сақыпжамал ыңғайсызданды. «Ағай, иә, солай ойлағаным рас, сіз де оны да», деді. «Енді азғана шыдасаң, бәрі де жақсы болады. Уайымдама, жақсы жатып, жайлы тұр жаным», деп өз бөлмесіне кетті. Зайдтың кейде сирек болса да аузынан шығып қалатын осы жаным деген сөзі Сақыпжамалдың жанын жібітіп, мүлде балқытып жібереді. Өте ақылды адам, сабырлы, бәрін оймен шешеді. Ішіңдегіңді біліп тұрады. Бұл кісі алдауы мүмкін емес. Демек, Тілек дұрыс болмай тұр. Шынында адам өлтірген әйел оған керек пе? Оның үстіне екеуміздің ортамызда бала жоқ. Жарайды, үйленсін, үйлене берсін. Сөз жоқ, ол үйленген ғой. Әйтпесе келмеуі мүмкін емес, деп өз ойына нүкте қойды. Сақыпжамал бұл үйде 3 жылын өткізді. Сценарий бойынша балалардың анасы Зайдтың әйелі. Негізіне келгенде Зайдтың: «Келісім берсеңіз, үйімде үйелмелі-сүйелмелі 3 ұлым 2 қызым бар, соған күтуші боласыз», дегендей. Отбасында тамақ дайындайды, балаларға қарау, үй үшін таптинақтай жинастыру сияқты кез келген әйел адамға тән жұмыстармен күні бойы сүрнігеді. Ұлдармен арадағы қарым-қатынас баяғыда реттелген. Қазір үлкен ұлы 16-да, екіншісі 14-те. Жақында мүшел жасынан шықты. 3-ші 12-ге келді. Бұл ұлдар үйде Сақыпжамалға көмекші. Әкесі айтып қоя ма, жоқ өздерінің туа біткен табиғаттары сондай ма, елгезек туған мамасы еместігін білсе де, мамалап көмектесуге дайын тұрады. 2 қыздың бірі кішкене Саида құлдыраңдап, шашына ақ бантик тағып жүр. Ал Аида болса, биыл мектепке барады. Бірде ол айнаға қарап тұрып: «Мама, өскенде сенде сұлу болам ба?» деп сұрады. Сақыпжамал: «Әрине, сен менен туған соң маған ұқсайсың, бірақ мен ойлаймын, сен ақылды боласың», деп. Қыздарға ақылды болған көп қажет. Саида саған ұқсамайды, ол папама ұқсайды. Аппақ емес, қара. Мен саған ұқсаймын. Аппақпын, иә мама? Папаң қара емес, қара торы, көрікті, күшті, қайырымды, мейірімді дей бергенде кездейсоқ есіктің сыртынан өте берген Зайд: «Бәрі жақсы-ақ, айтып жатқаныңыз, папаң қартайған дегенді қосып қойсаңызшы», деді. «Жоқ, мен сізді оны айта алмаймын», деп күлді Сақыпжамал. Бірақ 2 бетінің ұшы әлденеден қызарып кетті. Бұлар екеуі бір-біріне сіздеп сөйлеседі. Зайд осы мерзім аралығында өзін бір қалыпты ұстады. Сақыпжамалға әйел деп қарап, басқалай қолқа салып, немесе ер адам болып жақындаудың есебін іздестіріп, өз тарапынан сезім білдірген емес. Бүгін оның жүзі қуанышты. «Мен сізді қуантамын, яғни сүйініш сұраймын», дей бастағаннан Сақыпжамал: «Айтыңызшы тезірек», деп қалды. «Сіз бүгіннен бастап бостандықтасыз. Мерзіміңіз уақытынан бұрын аяқталды». Райымбекова Сақыпжамал бостандықта. «Ура!» деп дауысын көтерді. Сөзін соза бергенде Сақыпжамал Зайдты мойнынан құшақтай алды. Ол құшағында көмілген Сақыпжамалды кеудесінен ұзағырақ қысып, тұңғыш рет маңдайынан бетінен сүйді. Ертесіне күн демалыс болатын. Бұлар бәрі үй ішімен түгел тау бөктеріне табиғатқа шықты. Ұлдар да мәз. Үйден алып шыққан футбол добымен ойнап жүр. Көбелектер ойнап қуып, кішкене қыздар да мәз. Табиғат аясында өз бостандығын қарсы алған Сақыпжамалдың да қуанышында шек жоқ болатын. Ол бүгін өзінің бойындағы табиғи мінезімен ажарлана күліп, ұлдармен белдесіп күресіп доп ойнап, қыздармен көбелек қуысып кетті. Мұны сырттай тамашалап отырған Зайдтың ғана көңілінде абыржу,
әлдене толқыныс бар еді. Тіпті іші әлем-жәлем болды. Дәл осы қуанышты сәттер ол үшін ең соңғы сияқты көрінді. Енді не деймін, мына бақытты балаларыма Сақыпжамал ауылына үйіне кетеді. Қыздарым не болады? Шын көңілімді білдіріп, маған тұрмысқа шық деп айтсам көнер ме екен? Екеуміздің ара жасымыз біраз алшақ. 5 баламен маған қалай қарайды? Күйеу екеуінің арасы тағы белгісіз. Ол үйленді дей ме, әлде басқалай ма? Осынша уақыт хабарласпаған қандай жігіт өзі деп ойлап отырғанда Сақыпжамал: келіңдер дастарханға, кәне тез қолдарыңды жуыңдар деп хабарлады. Мен мынаны алып шығып едім, не істейміз деп Сақыпжамал бір шыны коньякты жай көрсетті. Зайд ойлап отыр. Рөлде екенімді, мұны ішуге болмайтын ұмытып кетті білем. Жолдың бойында майы инспекторлары қаптап тұр. Ауыз тимесем, Сақыпжамал бүгінгі қуанышына ренжіп қалар ма екен? Жарайды, неде болса көрейін деп ойлады. Жақсы алып шығыпсың. Менің ойымда болмапты. Әрине, бір рюмкадан екеуміз ішеміз. Сенің үшін, сенің жарқын болашағың үшін деп алайық. Сөйтті де екеуі коньяктан алды. 4 жылдан бері татпаған едім дәмін деді Зайд. Мен де деді Сақыпжамал. Оның жүзі бал-бұл жанып қызарып кетті. Біз екеуміз бүгін сенің қуанышың үшін бұрын татпаған дәмнен ауыз түйіп жатырмыз. Мұндай дәмнің басқа да тәтті түрлері бола ма екен десейші деп тастады Зайд жұмбақтап, көзі күлімдей. Сақыпжамал ақжарыла тағы да күлген. Ол күлкісінің мағынасын өзі де білген жоқ. Жай сөз арасындағы сыпайылық үшін де оны өзі де байқамады. Содан соң біраз ойланып үндемей отырды да Зайд айтқан жұмбақты түсініп қайтадан сылқылдап, екі беті бұралаңдап қыздара: егер сіз қаласаңыз бәрі болады деді. Зайд ішінен менің ойымды дөп түсінді деді. Ендеше сол тәтті дәмді тату үшін бір алайық деп стаканға 2-ші мәрте мөлтілдетіп құя бастады. Таудан бәрі де кеш қайтты. Жолда Сақыпжамал әдем даусымен ән салды. Әнді әдем айтасыз деп қалды үлкен ұлы Мұрат. Мен мектепте жүргенде көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып ән айтып би билейтінмін деді Сақыпжамал көңілденіп. Ал бұрын неге үйде жүргенде бірде-бір рет ән айтпадыңыз деді екінші ұлы. Өйткені папаң мені бүгінгідей тауға қыдыртқан жоқ. Пап, апап, енді әрсен сайын өстіп тауға келейікші деді ұлдар қосарлана. Оны мына мамаларының уақыты біледі деп жауап қатты Зайд. Сіз қалай қарайсыз, мама? 3 еркек бала бірден жарыса сұрақ қойды. Олардың үшеуі де бірден күліп жіберді. Машина үстінде 2 қыз шаршап ұйықтап қалды. Олардың үлкенін Зайд көтеріп, екінші кішкентайын Сақыпжамал көтеріп, Сақыпжамалдың жатын бөлмесіне әкелді. Қатты шаршаған қыздар өздерінің шешіндіріп жатқанын да білер емес. Білегін қыздан босата берген Сақыпжамалды ту сыртынан Зайд қапсыра құшақтап, өзіне құшырлана тартты да қапсағай кеудесінен қыса сүйе берді. Дәл осы сәтте ұзақ жылдар көзі ашылмаған бұлақтай іште көмілу жатқан екеуінің ішкі сезімдері ақ қайнардай атылып тұрған. Ол қандай тосқауыл болса да бұзып жаруға әзіртін. Бір-біріне оттай ыстық құшақпен шөліркеп табысқан екеуі бұдан әрі ішкі бұлқынысына қарсы тұруға дәрмендер болған жоқ. Таң атқанша бірін-бірі аймалап, күбірі сыбыры таусылмаған Сақыпжамал мен Зайдтың ортақтасып жеткен шешімі біреу болды. Ол заңды түрде некеге тұру, қалған ғұмырларын бірге өткізу. Елге тәуелсіздік келген таңмен бірге Сақыпжамал мен Зайдтың бақытты өмірі қайтадан жалғасты. Үлкен ұлдары Марат пен Қанат Самат мектепті бітіріп, үшеуі жоғары оқу орындарына түсті. Енді келесі жыл Айда мектепті бітірмек. Сайда 9-шы сыныпта оқиды. Зайд органнан еңбек демалысына шығып, басқа қызметке ауысты. Осы аралықта тағы да бір 10 жыл өте қалды. Күндердің күнінде Зайд Көкшетаудың оқжетпес шипажайына жолдама алып Сақыпжамалға: тез жинал, уақыт өтіп бара жатқан путевка екен, самолетпен барайық деп асығыс Көкшетауға жиналды. Оқжетпеске келген 3-ші күн асханада омырауы медальдармен бірге орденге толы бір зейнет жасындағы ер адам Сақыпқа қарай берді. Ақыры шыдамады бідем, бұлар отырған үстелге келіп: сіз танысам Сақыпжамал емессіз бе деді. Иә деді Сақыпжамал. Айналайын, мына қасыңдағы күйеуің бе? Иә аға. Зайд орнынан түрегеліп, үлкен кісіге ізетпен сәлем беріп, қолын алды. Айналайын, баяғы көршіңді ұмыттың ба? Әскери комиссариатта істедім ғой. Сендер полковник аға деуші едіңдер ғой, Тілек екеуің. Ой ағай. Сақыпжамал онымен танысып қолын алды.
тәтең ана жаққа кетті, мен жалғыз қалдым, деді. Сақыпжамал есіне түсірді. Коттеджде тұрған үйде полковник аға болатын. Аға, Тілектің жағдайы жайлы білесіз бе? Деп сұрады Сақыпжамал. Қарт бір ауық үнсіз қалды, басын қайта-қайта шайқады. Сосын барып, ол қазір мүсәпір, естімеген шығарсың. 10 шақты жылдан асты, бір аяғын тізеден кескен, қол шолақ, далада қардың астында қалған ғой. Ой, газеттер жазғы кезінде Тілекті мақтады, бірақ ол аяқ бола ма, қол бола ма, мүгедек болып қалды, деді. Мән жайсын хабар естіген Сақыпжамал есеңгіреп жіберді. Зайыт оған қолдау білдіріп, жарайды, еңсеңді бас, осы жерден машина алып, бірден Тілекті табуға кірісейік, деді. Сақыпжамалдың жүрегі дүрсілдеген үстіне дүрсілдеп кетті. Ол Тілектің үйіне тауып барды. Есік қағылмай ашық екен. Тілек деп дауыстады. Ішке кіре бере Сақыпжамал ешкім үн қатпады. Тілек, қайдасың? Екінші рет дауыстады. Жауап жоқ. Есіктен ішке қарай өтті. Үйдің дәл ортасында ескі диванда Тілек ұйықтап жатыр екен. Бас салбырап, бір аяғы жерде шол-шүйіп шолақ кесілген. Сақыпжамал жылап жіберді. Зайыт Сақыпжамалға: мен далада күтейін, сен оны оят, сөйлес, менен қысылып қалар, сосын бәрін маған айтарсың, деп шығарып жіберді. Сақыпжамал Зайыт шығып кеткен соң Тілектің маңдайынан шашынан сипап, бетіне тақап, жұмсақ үнмен: Тілек жаным, менің оянсайшы, мен келдім ғой, Сақыбың. Тілек дегенде барып көзін ашты. Ашқан көзін қайта жұмды, тағы ашты. Сақыпжамал тағы да: Тілек, оянсайшы, мен келіп тұрмын, деді тағы да. Сақышым-ау, Сақашым, деп бас салып жылап құшақтай берді. Екеуі бүкіл оқиғаны айтып тауыса алмай біраз отырды. Осыдан соң үйге Зайыт келді. Ассалаумағалейкум Зайыт аға, деді тура інісіндей. Ол қолмен амандасты. Уалейкум ассалам Тілек бауырым, деп Зайыт те туған ағасындай оны құшақтап бауырына тартты. Қалайсыз? Осы көргеніңізде аға, сізден Сақыпжамалдан кешірім сұраймын. Сізге інілік жүрегімен рахметімді айтамын, Сақыпқа көрсеткен қамқорлығыңыз үшін, және бүгін менің халімді білуге ат басын әдейілеп бұрғаныңыз үшін. Зайыт Тілектің де жүрегі кең екен, жаман жігіт емес екен деп ойлады. Тілек, деді, естуімше сен жалғыз екенсің. Мен де жалғызбын, туғаным жоқ. Сен маған іні бол, мен саған аға болайын. Қалған өмірімізді бірге өткізейік. Менің балаларым бар, саған да бала болады. Қызым бар, саған да қыз болады. Жағдайыңды көріп сезіп отырмын. Бір 10 күн әр кетсе, бір ай ішінде Алматы жаққа алып кетейін. Келіс, сол жақтан саған бір орын табылады. Дәрігерге көрсетейік. Денсаулығыңды қалпына келтіресің. Балалардың қуанышын бірге қызықтайық. Осыған келісім беруіңді өтінемін, деді. Сақыпжамал Зайыт мынадай ұсыныс айтады, мынадай шешім етеді деп ойлаған жоқ еді. Мынау айтқан сөзіне мүлдем таңғалды, риза болды. Неткен ақылды, кең жүректі адамым менің, деді ішінен. Аға, мен сіздерге масыл болғым келмейді. Осы жерде қала берем. Сақыш туралы көп ойланатын едім. Бақытты ете алмадым-ау деп. Енді көңілім түзу, алаңым жоқ. Еліп келгендеріңізге рахмет, рахмет аға, деп кеңкілдеп теріс қарады. Сақыпжамал оны көріп тағы да көңілі босады. Көз жасына ерік берді. Міне, енді бұларың болмайды. Екеуің көз жасыңды екі жақтан көлдетіп, мен де тыныш жүре алмайым. Келісімді сөз айттым, бітті. 10 күннен соң алып кетем. Тілек, күт ағаңды, деді Зайыт. Мұнда келген соң Зайыт өз тұратын үйдің көшесінің бойынан сатып алуға yüздеді. Алла әр кезде адам ниетіне қарай береді деген рас екен. Бір кәріс көшетін болып 3 бөлмелі жер үйін сататын болып шықты да үй табылды. Зайыттың үйі мен екеуінің арасында 7 үй. Сол үйді сатып алып, ішін қайыра жөндеп, уәдесінде тұрып, бір ай ішінде Тілекті көшіріп әкелді. Дәрігерге көрсетті, аяғына протез салынды. Қанша жыл жан ауруымен, тән ауруымен зардап шеккен Тілектің жүзіне қан жүгірді. Енді өмірге деген құлшынысы қайта пайда болды. Зайыт бір күні кешке Тілекке: бұл жерде автобаза бар, машина трактор жөндеу шеберханасы жұмыс істеп тұр. Жеңіл-желпі саған лайықты жұмыс болса, сұрастырсам қалай қарайсың? Үйде отырғаннан гөрі бір мезгіл жұмысқа шықсаң, деді. Аға, осы да ойым еді, деді. Тілек бір күннен кейін Зайыт алдын ала сөйлескен автобазаның директорының қабылдауына барса, өзіндей жігіт отыр. Бірін-бірі тани кетті. Бас аяғы Алматы ауыл шаруашылық институтына бірге оқыған курстасы Мақсұт Құдайбергенов екен. Екеуі құшақтаса кесті. Студент кезде Сақыпжамалдың қолынан талай шай ішкен Мақсұт бірден Сақыпжамалды сұрады:
Тілек бәр жайды нақтылап қысқаша мәлімдеді. Нағыз кино түсіретін оқиға, геройлары да мықты, жағымды образдар көп деп тыңдаған Мақсұт, сенің енді ол жақта жүргенің дұрыс болған. Саған лайықты қызметті міндетті түрде мен шешемін. Бүгін кешке біздің үйге барасың, менің бала шағаларымды көресің, соныңғысын тағы да үйде сөйлесеміз деп Тілектің көңілін мүлде көкке көтеріп тастады да. Тағы бір сөз, деді Мақсұт. Бүгін үйде саған мынау деген қызды көрсетем. Бас бармағын көрсетті. Менің туған балдызым, кәрі қыз, күйеу жігітті көп таңдаймын деп отырып қалды. Аудандық ауруханада бас дәрігер, Құдай ақты, екеуіңді мен үйлендірем. Кім біледі, араларыңда бала дүниеге келер, деді. Қойшы сен де, дей берді Тілек қысылып. Өзімді өзім асырап алайын әуелі. Сен анасың ба? Кездейсоқ тағдырлар осылай болады. Баяғыда Сақыпжамал екеуінің махаббаттарыңа қызығушы едік. Көрдің бе, тағдыр Зайыт екеуінің бастарын қалай қосты? Бұл тағдыр. Зайыт өте жақсы адам, кең жүрек. Осы жақта сені көз алдына алып келуде не дейсің ғой? Мұндай терең философия жатыр. Сақыпжамалды қатты сүйгендіктен сені әкеліп отыр. Сақыпжамалдың саған алаңдайтынын білген соң, сол алаң болмасын деп әкелді. Түсіндің бе? Енді мен тыңда. Қызмет болады, жасаймын, қолда тұрғанда. Бұйрықты бүгіннен бастап шығарамын. Ол қолда. Бірінші, басты құрау керек. Қашанғы саған Сақыпжамал үйдің ортасында кастрюльін салдырады, тамақ пісіріп жүреді. Сақыпжамалға оңай тиеді деп ойлама. Зайытте де ыңғайлы бола бермейді. Сондықтан менің айтқанымды дұрыс ойла. Ендігі кезек менікі. Мен сені қолға алам. Айтқанымды тек келсе бер. Тілек арқадан қағып орнынан тұрғызды. Әуелі Мақсұт әзілдеп айтқанмен, Тілек жарты жыл жұмыс істегеннен кейін Мақсұттың дәрігер балдызына үйленетін болды. Бүгін сауда орталығында үшеуінің келу себебі қалыңдыққа тарту ететін неке сақинасын таңдау, киетін киімдерді бірге ақылдасып алу болатын. Алда бұларды осы тойда ғана емес, көптеген басқа да тойлар күтіп тұрды.